Biz тамақтануға келдік. Бұл кісінің тамаға келіп қойған, бірақ мені күтіп отыр. Сенен бірге бастаймын дейді. Осылай болады махаббат деген достар десең. Совместно, дуэт болып бастаймыз десең. Серьезно что? Рахмет. Жуағыма барлық күшпен. Күшті болды бе негізі? Күшті болды. Съемкадан аман-есен шықтық. Күшті жақсы болды съемка. Бүгін погода да күшті жақсы болып тұр. Жалпы сіздерде де барлығы жақсы болсын. Амин. Біз қайда кетіп барамыз? Тамақтануға. Біз Ерекен екеуміз тамақтанып, шығып, Киваноға келдік. Киваноға келіп қалды. Керек жарақтың барлығын алып кетуіміз керек. Алып кету. Срочно алып кету керек. Алып кетпесе болмайды. Қалған күндері бос емеспіз. Осындай демалыс күндерін всегда осылай пайдалыларды өткізіп алу керек. Осылай қазір обзор жасайтын боламыз кішігірім. Үйдің қасында осындай дунганский кухня бар екен. Лағман жеп көрейін деп жатырмыз. Қазір бірінші рет жеп көрейін деп жатырмын. Ерке дәмді деген. Сол қазір көрейін. Біз қазір каргода отырмыз. Франция бар қасымда. Біз осы жерде ғана көрсеміз. Мына жақта товарларды жіберіп жатыр. Осылай орап Қазақстанға жіберетін боламыз. Мына жақта айко жүр. Барлықтардың түрлері қашып кеткен. Осылай отырмыз. Соны айтып қоя салайын деген отырмыз. Қалайсың, Айко? Мен шаршадым. Маған Оля көмектесті. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Демалыс сәтті өтсін. Ағазамен жұмыстарымызды бітіріп, қазір бір тамақтануға келіп қалдық енді. Қара деген. Жигілер. Өтшелеріміз. Берік сияқты. Алас болсын. Рахмет сұрақ бар. Мына жерде инстаграмнан көресіз, жүретін малды. Шама. Зато ертең рахатын көресің. Иә? Сен қалайсың? Мен шаршамадым. Бұл шаршамайды бұл. Бұл өзі шаршамайды адам. Негізі айтсай өзіңді еңбекқорлығымызды айтсай сен. Бұл сенің еңбекқорлығың ба? Мен сендердің деймін. Олар мысалға меру бізде таңертең кетіп кешке келеді. Моля бізде сумканың королевасы полный сумканың бәріне бітіріп тастайды. Біз футболка сатып алдық. Бөліп алғанбыз. Футболка осы екі қызға қалдырдық, біз сумканы бөліп алды. Біз айтамыз да, қалай дейміз да. Бір үйде сондай 6 пысық қыз тұруға болатын. Мама! Сондай жиналып қалды. Мына қайда біз. Аузын етін еді.